Сәлем достар, белгілі әнші Нұрболат Қанай алғашқы концертін берген жылдарды есіне алды. Әнші қаражат жағынан қатты қиналғанын ашық айтты. Бірігіп дуэт жазған отандық әншілер Қанай мен Еркеш Хасен Қызық Лайв студиясына қонаққа келіп шығармашылық жолында жоспарларын ортаға салды. Студияда қос әнші Ханшайым атты жаңа әнінің тұсауын кесіп, алғаш рет сахнада екінші дуэтін шырқады. Одан бөлек эфир кезінде Нұрболат Қанай алғашқы концертін берген кезін еске алып, қандай қиындықтарды бастан кешіргенін айтып берді. Ол сол кезде қаржылай көмек көрсеткен бағдарлама жүргізушісі Марат Оралғазинге алғыс айтты. Марат аға, сізге көп рахмет. Сіздің ең бірінші, ең алғашқы концертіме қолдау көрсеткеніңізге рахмет. Алла разы болсын. Ол кезде мен автобусқа ақша жоқ, жаяу жүретінмін. Концерт беретін кезде жетпей жатқан ақшаны берген сізге алғысым зор, деді ол. Түрік актері Сүлейман Сұлтанды сомдаған актер Халид Эргенч сотталды. Судья ғаламат ғасыр телехикаясымен көпшілікке танылған актердің бұрын істі болмаған ескеріп, оған 1 жыл 10 ай 15 күнге шартты жаза кесті. Ал әріптесі Рыза Қожауұлы 1 жыл 8 айға сотталыпты. Стамбул прокуратурасы театр және кино актерлерін жалған куәлік берді деген айыппен тергеуге алған. Даулы іс түркиялық әйгілі кастинг менеджер Айше Барынның қамауға алынуынан басталған. Әйелге 2013 жылы үкіметке қарсы шеру ұйымдастырды деген айып тағылған. Сөйтіп куәгерлікке онымен бірге жұмыс істеп аралас-құралас болған барлық жұлдыз тартылған. Арасында Халид Эргенч те бар. Прокуратура Халидті тергеу кезінде жалған мәлімет берді деп айыптап, оған үкім кесті. Актердің жанкүйерлері жаза әділетсіз деп сүйікті әртісін қорғап жатыр.